Баршаңызға сәлем, менің сүйікті көрерменім. Бүгін сіздермен үй жағдайында балық пісіретін боламыз. Балықтың кез келген түрін таңдасаңыздар болады. Мен бұл жолы сазан балығын таңдадым. Бізге өзі жанұямызға осы балық ұнайды. Сіздер кез келген қалаған балықтарыңызды алып пісірсеңіздер болады. Енді осы балықты қуыруға ыңғайлы етіп, осындай 4 бұрышты бөліктерге бөліп алдым. Оны бірнеше қайтара жудым, тазаладым. Енді осы балықтың үстіне өздеріңіз қалаған дәмдеуіштен қоссаңыздар болады. Мен бұған тек қана тұз бен бұрыш қана қосып, балықтың екі жақ шетін уқалап, жаңағы тұзын сіңдіргенге дейін осылай уқалап шықтым. Тұзын салып болғаннан кейін қаласаңыздар 10-15 минутқа тұзы сіңгенге дейін қойып қойға болады, немесе бірден ұнға аунатып пісіре берсеңіздер де болады. Ұнды тарелкаға емес, осындай целлофанға салып аунатқан ыңғайлы екен. Содан кейін осылай жасадым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, қолыңызды тигізбей ұнға аунатып аласыздар да бірден осы балықты бір тақтайшаға қойып, одан кейін шетінен алып ақырындап пісіре бересіздер. Достар, қазақша каналды қолдау мақсатында подписаться батырмасын басып, лайк қойып, және де өз пікіріңізді жазып кетіңіздер. Мінекей қыздар, біз алдын ала майымызды қойып, ысытып алдық. Оның үстіне осылай балықтарымызды сыйғанша салып, екі жағы қызарғанша дейін толықтай пісіріп аламыз. Адам ағзасына пайдалы астардың бірі балық болып табылады. Өйткені балықтың ішінде барлық микроэлементтер мен дәрумендерге толы. Әсіресе кальций, калий, магний және де омега-3 болғаны үшін балықты көбірек жеу керек. Көзінде, яғни зрениесі бар адамдар балықты осылай қуырып жеу арқылы көптеген витаминдерді өз бойына сіңіре алады. Сол үшін де сіздерге балықты жиі жеп тұруға кеңес беремін. Мінекей қыздар, біздің балығымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл болып қуырылды. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша жанына кез келген соус жасап жесеңіздер де болады, немесе осылай да жесеңіз болады. Тіпті қаласаңыздар жанына гарнир жасап қойсаңыздар да болады. Сіздерге ас болсын, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.